Амансыздар ма достарым, дәл қазір мінекей полиция есіктің сыртында қағып тұр. Домофонмен олар шырылдатып тұр. Маған звоноктан звонок. Сіз келіңіз, кеше полицияны шақырдыңыз, арыз жазыңыз деп мені участка алып кетпекші. Неге? Өйткені мен кеше полиция шақырғам, бірақ та мен адвокатпен сөйлесіп, мен министрге жазам дедім. Адвокатым солай айтты. Өйткені жылдар бойы видеода бар, арызда бар, әйтеуір қалай орысша болды барлығы, дәл солай орысша. Оралман қандастарымызды біздің тек қана Ресей Федерациясының тілінде қабылдап келе жатыр олар. Мен барғанның өзінде ылғи жанжал, айғай шу болады. Енді қазір полиция мені алып кетпекші. Жаңа домофонның несінде естідіңіз, осының алдында бір 5-6 звонок болды, есіңді тарсылдатып тұр. Мінеки осындай масқара болып тұр. Полиция мені қазір алып кетпекші, мен білмеймін енді, мүмкін есікті бұзып алып кете ма, білмеймін. Әйтеуір мені мәжбүрлеп, күштеп, мен анда полицияға барып арыз жазғандай. Мен білмеймін. Олар енді, мен ойлап тұрмын, олар қорқып тұр қатты, олардың мына нелерін әшкерелейім деп. Өзі де қазір мен төпелетіп жазып жатырмын. 16-шы жылды қойдым, 17-ші жылды қойдым, 18-ші жылды қойдым, қазір 20-ші жылды қойып жатырмын. Сосын министрге мен хат жазам. Сондықтан мен полицияны өтірік шақырып, сондай болмайды менде. Мен полицияны шақырдым ба, мен міндетті түрде арыз жазам. Сол қазір полицияның асадасында отырмын, былайша айтқанда, мен Бейсенбай Тегерұзы апай.